Сәлем достар, сіздермен бірге мен Лизер. Бүгін мен Free Fire'дағы жаңалықтарды айтатын боламын. Жаңалықтарды айтпай тұрып, мен сіздерге бір нәрсе айтайын деп едім. Мен кеше бір видео шығарған болдым, жаңа инкубатор деген. Ол жерде сіздер 19 просмотр, 10 комментарий, 8 лайк жинаған боласыздар. Бұлар жаман результат достар. Менде 111 подписчик бар. И мені 19 адам қарайды. Карл, аз ғой достар. Тади, сіздер осы мен каналыма только конкурс үшін келетін сияқтысыз. Конкурсқа қатысу үшін активіңізді көрсету керек. Мынау бізде 5 подписка қарайтын адамдар 51%. Онда 45 кейін түсіріп тастайық. Жарайды достар, кеттік, видеоны көрейік. Мынау бізде битва отрядов смок деген граната шығады обновлениеден кейін. И ол гранатаны лақтырған кезде сіздерде дым пайда болады. Дымнан ештеңе көрінбейді достар. Мынау скриншотта бізде тренировочный режим и жаңа оружие шығарады. Онда сіздер атқан кезде сіздердің басыңызды и жарты денеңізді құтқарады. Атқан кезде щит пайда болады. Сол кезде сіздерді кішкене құтқарады. Мынау видеода бізде жаңа лобби. Маған бұл лобби қатты ұнады. Ворота, машиналар қойыпты. Бұрынғыдан жақсы. Бұған балл беретін болсақ 8 балл берем. 10-нан 8. Средний лобби деуге де болады. Мынау бізде жаңа 4 эмоция достар. Бірінші эмоция бізде бұл отырып шай ішеді. Маған бұл қатты ұнады. Пополнение болу керек. Мынау маған қатты ұнаған жоқ. Free Fire'ға келмейтін эмоция. Қатты ұнаған жоқ. Үшінші эмоцияға келетін болсақ, ол triple kill. 3 kill деген сияқты мағынасы. Бұл беспонтовый эмоция. Бұны халява ретінде беру керек. Төртінші эмоцияға келетін болсақ, ол маған қатты ұнады. Бұны пополнение елетный пропускқа қояды. Рахмет достар, осы видеоны ең соңына дейін көргендеріңізге. Сіздерден лайк, комментарий и подписка. Менде жақсы видео. Сіздермен болған мен Лидер, сау болыңыздар.